Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар? Бүгін сіздерге слайдқа арналған дайын шаблондарды қайдан және қалай алуға болатын туралы ақпарат беретін боламын. Осы видеоның соңына дейін қарап өтіңіз. Сіздерге арнайы дайын шаблондарды сыйға беретін боламын. Мінекей Slides.mania деп аталады бірінші сайтымыздың аты. Бұл жерге кірсеңіздер өте керемет сабақтарға арналған жаңағы дайын шаблондар бар. Кіріп қарап, жүктеп алып жұмыстансаңыздар болады. Мінекей интерактивті шаблондар, ноутбук стилі, манипулятор, ойындар, тіптен апталық, жылдық жоспарларын жасауға арналған шаблондар бар. Өзіңіз кіріп қарап, тегін жүктеп алып жұмыстансаңыздар болады. Мінекей қалай жүктеп алу керек туралы айтатын боламын. Мінекей ойынның үстінен басасыздар. Басқаннан кейін сіздерге осындай әдемі креативті жаңағы ойын түрлерінің шаблондары ашылады. Жүктеп алу үшін үстінен басасыз, кез келген сабақта қолданатын ойынның түрін. Мінекей осылай басу арқылы басасыз. Басқаннан кейін астына түскен кезде PowerPoint жүктеп алу деген сөз бар. Соның үстінен бір рет шерту арқылы сіз өзіңіздің компьютеріңізге жүктеп ала аласыздар. Мінекей автоматты түрде бұл өзіңіздің компьютеріңізге түсетін болады, яғни загрузки бөліміне. Менде автоматты түрде осылай ашылады. Мінекей енді осыны өзгерту үшін разрешить редактирование деген сөз бар. Соны басу арқылы өзіміз кез келген жаңағы жазуларын өзгертіп алсақ болады. Сапасы өте жақсы. Мінекей ақиқат, жалған деп. Мінекей сабақтарыңызда қолданып көріңіздер міндетті түрде. Екінші сайтымыз ол slidesco.com деп аталады. Бұл жерге кірсеңіздер де жоғары жағында бөлімдері бар. Осы жерден кіріп дайын шаблондарды жүктеп алсаңыздар болады. Мінекей білімге кіреміз. Кіргеннен кейін сіздерде осындай шаблондар ашылады. Бұл жерде ақылы шаблондар да, ақысыз шаблондар да бар. Ақысыз шаблондарды кіріп сабақтарыңызда қолдансаңыздар болады. Мінекей жүктеп алу үшін үстінен басасыз, жаңағы шаблонның. Басқаннан кейін мына жерде осы үлгіні жүктеп алыңыз деген бар. Мінекей PowerPoint-ты басасыз, басқаннан кейін автоматты түрде өзіңіздің компьютеріңіздегі загрузки бөліміне келіп түсетін болады. Мінекей загрузка жүріп жатыр, қазір автоматты түрде ашылатын болады. Енді үшінші сайтымыздың аты ол presentationcreation.ru деп аталады. Бұл жерде де мүмкіндіктері өте көп. Егер орысша болса, онда перевести на казахский деп мышканың оң жағын басу арқылы қазақ тілге ауыстырып алсаңыз болады. Мінекей мүмкіндіктері өте көп. Мына жерде PowerPoint презентацияларының үстінен басқан кезде мінекей биология, география, шет тілі, қызықты оқиға, компьютер, математика, тіптен бұл жерде спорт, орыс тілі, физика, химия сабақтарына арналған шаблондар бар. Өздеріңіз кіріп қарап, тегін жүктеп алып жұмыстансаңыздар болады. Мінекей географияның үстінен басамыз. Басқаннан кейін өзімізге сабақта қолданатын шаблондардың түрлері ашылады. Осы жерден қазір біреуін скачать етіп аламыз. Мінекей астында жаңағы басқа да екінші, үшінші беттеріне өту жаңағы белгішелер бар. Сол жерден өтіп қарасаңыз болады. Қазір қалай жүктеу туралы айтатын боламын. Кез келген шаблонның астында мынадай подробнее деп тұрады. Соны басасыз. Басқаннан кейін мінекей асты жағында скачать деген бар. Соны басу арқылы өзіңіздің компьютеріңізге жүктеп алсаңыз болады. Мінекей өзіңіздің загрузки бөліміне келіп түседі компьютеріңіздегі. Мінекей астына түсті. Енді мана осы видеоның басында айтып кеткендей, дайын жаңағы бірнеше слайдтардың шаблондарын осы видеоның астында описание бөліміне Telegram каналдың сілтемесін жүктеп қоятын боламын. Сол жерге кіріп, тіркеліп, өзіңізге керекті шаблондарды жүктеп алсаңыздар болады. Осы менің ұсынған видеом сіздерге пайдалы болсын. Өздеріңіздің әріптестеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Алдағы уақыттарда тағы да пайдалы ақпараттармен бөлісіп отыратын боламын.